Армысыз қадірлі көрермен, бұл Қазақстан тарихы порталы, соның ішінде YouTube арнамыз. Сіздерге тағы бір мәрте сүбелі сұхбат ұсынғалы отырмыз. Біздің енді ортамызда отырған спикерлеріміз таныстыра кетейік. Есен Сырым, археолог, сонымен қатар біздің Есеннің оқушысы десек болады, дұрыс қой? Мейіржан, 3-ші курс студенті осы университетте, өзіңіз сабақ беретін университетте 3-ші курс оқисың, дұрыс қой? Жақсы, қош келдіңіздер. Қош болдық. Қалдарыңыз қалай жалпы? Көңіл күйлеріңіз бәрі жақсы ғой? Сұхбатқа дайынсыздар? Тамаша, дайынбыз. Жақсы, енді бүгін қаузалатын бірнеше тақырыбымыз бар. Соның бірі енді Алтын Орда. Алтын Ордадан бастайық, Алтын Орда дәуірі. Сырым мырза, өзіңізден, әлқиссасы өзіңізге Алтын Орданың жалпы құрылу тарихы қалай басталды? Содан бастап әңгімелесейік. Енді жалпы Алтын Орданың құрылу тарихы туралы жалпы жұртқа мәлім, бірақ оның ел жұрт біледі екен деп оны үндемей тағы жүруге болмайды. Демек, біздегі мынау қазіргі қоғамда жүріп жатқан жағдайлар, саяси, идеологиялық жағдайларға байланысты, осы Алтын Орданың құрылу тарихына байланысты бірнеше бір үлкен іс-шаралар ұйымдастырып жүріп жатыр. Енді оның ар жағында үлкен тарих бар екен, біреу білсе біреу білмейді. Яғни бұл жердегі 2018 жылы біз Алтын Орданың 750 жылдығын атап өткен болатынбыз мемлекеттік деңгейде. Яғни одан бастап санасаңыз, яғни 18 жылдан 750 санамасаңыз датасы шығып тұрады. Немесе жаңағы 2024 жылы біз 8 жылдығын атап өттік. Ол жаңағы жошы ұлысының құрылу тарихы. Былтыр болды. Яғни бұл жерде қандай мәселе бар? Бұл жерде жаңағы осыдан бір 5-6 жыл бұрын 750 жыл еді, одан кейін 8 жыл қайдан болып кетті, 50 жыл тарих қайдан қосылды деген сияқты бір қарама-қайшылықтар бар. Қарама-қайшылық демейміз, жаңағы жалпы жұртқа түсіне бермейтін бір оқиғалар болып жатады. Мәселе бұл Алтын Орданың құрылу тарихы мен жошы ұлысының құрылу тарихы екеуі екі бөлек дүние. Яғни бізде айтып отырғанымыз ол Алтын Орданың мемлекет ретіндегі алғашқы құрылтайы әлгі таластың бойында болып, одан кейін мемлекет ретінде қалыптасу, ол сөз жоқ. Алтын Орданың ол жаңағы Бату ханның билікке келетін немесе жаңағы үлкен бір тарихи оқиғаларға байланысты мемлекет ретінде қалыптасуы, саяси құрылым ретінде құрылуы. Ал енді біз 8 жылдық деп отырғаны бұл жаңағы мынау Шыңғыс ханның сыр бойында жаңағы 723 жылы сыр бойында қалалардың бәрін алып, сосын біз келесі жылы құрылтай өткіземіз деп жар салуы. Яғни сосын өзінің ордасында үлкен құрылтай өткізуінің 224 жылы, яғни өзі бүкіл жаулап алған жерінің бәрін 4 ұлына бөліп беретін үлкен бір тарихи оқиға бар емес пе? Осы 724 жылы үлкен құрылтайда шешілген. Сол кезде жаңағы мынау ертістен Еділге дейінгі аралық түгелі жошының иелігіне қарайды. Міне сол күнге 8 жыл толып отыр. Демек, бұл жерде екі тарихи оқиғаны біз бөліп айтып отырмыз. Яғни Алтын Орданың құрылу тарихы осы кезеңдерден басталады. Яғни біз Алтын Орда саяси мемлекет ретінде қалыптасуына жаңа 700 жыл болды десек, ал енді жаңа құрылтайдан кейінгі жошы ханның үлкен ұлы жошыға жаңағы жер қазіргі Қыпшақ даласының немесе қазіргі Еуразияның далалық аймақтарының мемлекет ретінде бөлініп шығуы осы 8 жыл болды тарихы. Яғни құрылу тарихы осыдан басталады. Құрылуына байланысты енді Сырым ағайдың айтып отқанын толықтай дұрыс келісем. Алтын Орданың құрылуы сол Қазақстан тарихы үшін басты, мысалға ұлттық құру деңгейде немесе қазір ұлттық сана сезімді оятуда басты мәселелердің бірі болып тұр. Және құрылуы да сол Бату хан мен Шыңғыс ханның Қазақстанды жаулап алып, кейін Дешті Қыпшақта осылай жошы ұлысының құрылуы. Жақсы, онда келесі сұрағымызға өтсек, жалпы Алтын Орда тарихына қатысты Қазақстан аумағындағы ескерткіштер, оларды зерттеу мәселесі қаншалықты, қандай ескерткіштер табылды, ең маңыздысы бар деген сияқты, біздің өркениет қоғамға маңыздылары қайсысы? Енді бұл жерде жалпы Алтын Орданың тарихы немесе жошы ұлысының тарихы деген кезеңден ең бірінші бізде ол тарихи оқиғалар болған жерлер. Алғашқы жаңағы мынау Рашид ад-Диннің
еңбектерінде болмаса жаңағы сол анау шыңғыснамада немесе басқа кейінгі жаңағы жүзжанидің еңбектерінде бергі кезеңдегі этнографиялық кезеңдегі жазған саяхатшылардың естеліктерінде ел аузынан жинап алған жаңағы жошыға қатысты, Шыңғысханға қатысты немесе оның басқа да ұлдарына қатысты айтылатын аңыз әңгіме немесе жаңағы тарихи дерек ретіндегі көптеген деректер бар. Мәселен, біріншісі ол мынау жошының алғашқы ордасы жөнінде, жаңағы ертістің бойында болды, кейін Ұлытауға көшті, Ұлықтақ деген сияқты дүниелер айтылады. Сосын жаңағы біраз карталарды келтіреді, орта ғасырлық, әсіресе мына Европа архивтерінде сақталған біршама құжаттар бар. Сол жерде жаңағы мына жошының ордасы туралы, немесе жаңағы мынау кімнің батыс саяхатшылары, мысалы Гильом де Рубрук жаңағы келеді, Гетун келеді, сол жаңағы Шыңғысханның өз заманында 12-13 ғасырларда, 13-14 ғасырларда. Сол кезде олар да жазады, сипаттап, жаңағы мына жерде мынандай қалаға келдік, жаңағы біздің оңтүстіктегі біраз қалалардың атын айтады, біздің мынау далалық өңірдегі біраз өзен көлдердің атын айтады. Сол кездегі жаңағы мынау жошы ұлысына қатысты, немесе жаңағы ол кезде жошы ұлысы демейді, жаңағы далалықтар дейді, моңғолдар дейді, қыпшақтар дейді, әртүрлі жаңағы сол өңірдегі мекендеген халықтың атына байланысты айтып отырады. Сол жерде жаңағы біраз ордалары туралы айтылады, олардың ескерткіштері, әсіресе жерлеу ескерткіштері туралы көп ақпараттар айтылады. Содан кейін барып осы жерлеу дәстүрі туралы айтылады. Яғни осының барлығы айналып келіп жаңағы оның тарихи мәдени ескерткіштерінің санын құрайды. Бұл жөнінде біз енді жаңағы жазба деректерден бөлек халық аузында сақталған жазба ауызша деректер бар. Мәселен, жаңағы аңыз әңгімелер бар. Әсіресе мынау жаңағы енді сол жошының туғанынан бастап оның өлгеніне дейін біраз арасында аңыз әңгімелер бар. Әсіресе жаңағы енді оның туғаны көпшілікке белгілі ғой, жаңағы анау меркіттер алып кетті, сосын барып жаңағы ол меркіттердің қолында туды, сондықтан жаңағы Шыңғысхан оны аса жақсы көре қоймады деген сияқты ол халық аузындағы әңгімелер. Бірақ ғылыми деректерде сөз жоқ, енді оны жаңағы Шыңғысханның ұрпағы екенін дәлелдейді оны. Бір. Екіншіден, енді өзіміздің Қазақстан аумағына қатысты айтатын болсақ, Жошы ханның өліміне қатысты қызық аңыз бар, жаңағы ел көпшілік білетін, жаңағы Ақсақ Құлан деп аталатын, жаңағы Жошы хан аңға өс болғандығы айтылады. Аңға кеткен кезде аңға шығып жүріп, жаңағы сол жақта бір құланды өлтірем деп, құланды ұстаймын деп мерт болып, жаңағы құлан өзіне шауып, ақыры жаңағы дүние салды деп аяқталатын не бар. Оны жаңағы естірту үшін Кетбұға деген жыршы барып Шыңғысханға естіртеді. Сөйтіп жаңағы ол сөйтіп жаңағы жошының мүрдесі жаңағы осы далада қалды деген сияқты. Енді оны жалпы халық аузындағы жазбаға түскен аңыз ғой, бірақ дегенмен де оны мына Ұлытауда Жошы ханның кесенесі бар. Яғни ол да бір үлкен тарихи мәдени нысан. Енді осыған байланысты да ол жалғыз ол Жошы ханның кесенесі емес, ол Жошы ханның сол заманда 14-13 ғасырлардың аяғы, әсіресе 14 ғасырдың екінші жартысында бұл Қазақстан даласында жаңағы бір мұсылмандық стилде, бірақ жаңағы осы жошы ұлысының ақсүйектеріне арналған, билеушілеріне арналған мыңдаған ескерткіш бар. Енді қазір оны біреуін білсек, біреуін білмейміз, көпшілігі қирап қалған, бірақ көп. Оның арасында мысалы қазір кейінгі кезде көпшілікке мәлім болып жүрген әсіресе мынау Болған ана деген кесене бар. Яғни осы 2018 жылдары арнайы мемлекеттік бағдарламамен зерттеліп, сол жаңа үлкен бір сенсациялық жаңалық болып ашылды. Яғни бір мынау белгілі бір әлеуметтік мәртебесі өте жоғары бір әйел адамға тиесілі кесене табылды. Және кейінгі кезде мына осы бір 2-3 жыл болды, Талмас ата деген кесене табылды. Одан басқа Келін там дейді, жаңағы Жансейіт там, ананың тамы, мынаның тамы деген сияқты сол бір ғана Ұлытаудың өзінде бірнеше жүздеген ескерткіш бар. Одан бөлек мысалы осы Астананың төңірегінде, Батыс Қазақстанның төңірегінде, Шығыс Қазақстан төңірегінде
көптеген нысандардың тізе беруге болады. Яғни оның көбісі көп жағдайда мысалы өзі бұлардың көбі мынау үй сарайдан гөрі жерлеу ескерткіш ретіндегі нысандар өте көп. Себебі бұл жаңағы енді қазақта сол кездегі бір қоғамдағы идеологиялық мәселелерге байланысты, одан кейін жалпы өзі мынау далалықтардың жаңағы мынау өлген адамға деген құрметі өзі ерекше болады да, сондықтан соны сақтауға, оны бүлдірмеуге, оны құрметтеуге деген сияқты бір наным сенімдерден келіп осындай ескерткіштер көп сақталып қалған. Біріншіден, екіншіден ол көшпелі тұрмысқа да байланысты. Одан кейін тағы бір дүние оларды көш жолы, сауда жолы деген сияқты жолдың бойына салады. Міне осындай дүниелерге байланысты көптеген ескерткіштер сақталған. Енді оның қазіргі таңда енді зерттеліп те жатыр, зерттелу керек дүниелер де өте көп. Мәселен, жаңағы көптеген нысандар қазір айтқанда жермен-жексен болып қирап қалған. Мысалы, бір ғана Талмас ата деген кесенені айтайық, мысалы ретінде. 2018 жылы жаңағы жергілікті әкімдік оны қоршап қою, жаңағы топырағын тазалап қою туралы бір шағын реставрациялық жұмыстар жасауға қаржы бөліп, жаңағы құрылысшыларды жіберген, тазалап жатқан кезде жаңағы оның ішінен адамның жерленген орындар шыға бастаған. Сөйтіп жаңағы археологтарды шақырды, бардық, көрдік, барсақ жаңағы бүлінбеген, тоналмаған ешқандай жаңағы 4 адамның несі жатыр ішінде, мүрдесі жатыр. Енді жаңа оны сол күйінше жаңағы бүлдірмей алып, ары қарай зерттеп, қазір зертханалық жағдайда зерттеліп жатыр. Енді бұл жердегі әңгіме мынандай, халық арасында Талмас ата дейтін бір үлкен аңыз бар. Қызық. Енді ол жаңағы ең бірінші болып сол Рычковтың жазбаларында 18 ғасырдың басында, ортасында қазақ даласына келген әскери шенді. Сол өз естеліктерінде жазып алады. Одан бері қарай жаңағы Марғұлан жазады, Сәтпаев жазады. Бұл туралы біраз ел арасында жаңағы сол жергілікті халықтың арасында жақсы сақталған бір аңыз бар. Жаңағы қысқа қылып айтып берейін. Мәселен, кейде айтады, Сарысудың бойында Талмас деген өте бір белгілі адам өмір сүрген, өзі сері, өзі бай, өзі жаңағы ел басқарған деген сияқты енді мәртебесін асырады. Соның 3 қатыны болған дейді. Біреуі Сарысудың жоғары жағында, біреуі ортасында, біреуі төмен жағында. Жоғары жағындағысы болған ана, ортасындағы белең ана, төмен жағында Ақбикеш деген атаулары бар, аттары бар. Сөйтіп жаңағы ол өзі сері, жаңағы аң салады, құс жүгіртеді, құс салады, ит жүгіртеді. Сөйтіп жаңағы таңертең болған анадан шығып, беленің ағанаға барып қонады. Сөйтіп жаңағы Ақбикешке барып түнейді, ертеңінде қайта қайтады. Сөйтіп өмір сүреді. Сөйтіп жүргенде бір күні Ақбикештен шығып, неге? Белең анаға қонып қалады, болған анаға жете алмай қалады. Сөйтіп жаңағы ол болған ана кішкене доллау, маған жете алмады деп келе алмады, мен бұның жаңағы судың бас жағында ғой енді. Мен бұның бүкіл ішетін суын, дәрет алатын суын ластайын деп жаңағы суға дәрет сындырады. Сөйтіп су сары болып кеткен, сары су аталған себебі сол екен деп келеді. Енді ол бір жер атауларына байланысты қызық әңгіме ғой, бірақ дегенмен кейін қарап отырсақ, жаңағы осы сары судың Қаракеңгірдің сары суға келіп құятын тұсында, жауыр жағында, Жезқазғанның маңайында, Жезқазғаннан сары судың бойында болған ана деген кесене бар. Жаңағы айтылған, зерттелген кесене сол. Одан кейін белең ана деген ол жаңағы мынау қазіргі Қызылорда мен ненің Ұлытау облысының шекарасында белең ана деген үлкен қала орны бар, үлкен бір кесенелер бар ол жерде. Енді Ақбикеш ол көпшілікке белгілі жаңағы ненің мына Қаратаудың солтүстік беткейінде орналасқан Ақбикеш деген үлкен бір кесене бар. Мұнара бар ол жерде. Ақбикеш атауымен ескерткіш нысаны бар. Енді қарасаңыз, аңызда айтылған 3 нысанда шын өмірде бар. Оның зерттелді. Сол кезде мысалы біз болған Талмас атаның кесенесін ел жұрт біледі, но Талмас атаныкі дейді, бірақ зерттелмеген. Біз сол 21 жылы, 22 жылы сол жерде қазба жасадық. Сол кезде қызық, бір ер адам мен 3 әйел адам табылды жаңағы кесененің ішіне. Жаңа аңызда айтылатын, әйтпесе сол жерде басқа 3 әйел адамның бары айтылмайды. Талмасқа қатысты айтылады. Талмас ер адам өте бір шынымен де жаңағы біз антропологтарға беріп зерттеттік. Жаңағы бір орта жастан асқан, өте денелі, тұлғалы жаңағы ер адамның сүйегі екені анықталып отыр. Қасында 3 әйел адам бар. 3 әйел адамның жасы 3 түрлі. Біреуі үлкенірек, жаңағы киімі де, мәртебесі де жоғарырақ, және төрде жатыр. Екіншісі одан сәл төменірек. Үшінші нысан ол бір жастау әйел, киімі де жаңағы қарапайымдау. Демек жаңағы
мынау бірінші екінші үшінші әйел деп келе беретін дүниесі. Сондықтан яғни үшеуі де бір жастағы әйел емес, үшеуі 3 жастағы, яғни енді сөз жоқ, енді бір жастағы әйелді алмайды ғой ер адам, жаңағы әртүрлі жастан алады деген сияқты. Міне сондай жаңағы мынау этнографияда, аңызда айтылатын дүниелер осылай археологияда дәлелдене береді. Міне осындай нысандар көп. Қазіргі таңда осы бірнеше нысандар зерттеліп жатыр. Әлі зерттеуін күтіп жатқан қаншама ескерткіштер ол. Қаншама. Атын білетініміз бар, білмейтініміз бар. Енді ескерткіштерге қатысты әңгіме осындай. Сіз енді археолог ретінде айтыңызшы, осы Алтын Орда дәуіріне байланысты қандай бір ескерткіштерге енді археолог ретінде атсалыстыңыз, олар табу бойынша, анықтау бойынша? Енді біршама ескерткіштерді табылғандарын енді ол былай болады, жаңағы барлау деп аталады. Зерттеу, барлау кезінде жаңағы жобалап, сол сыртқы құрылысына қатысты мынау осы Алтын Орданікі болуы мүмкін деген сияқты ескерткіштерді тізім жаза береміз. Енді оның санын нақты білмеймін, бірақ мен білетінім осы мына Ұлытау, Сарыарқа, Қазақстан орталық өңірінде өзі бір 100-ге жақын жерлеу ескерткіші бар. 100-ден асады. Соның ішінде нақты белгілісі жаңағы бір тарихи тұрғыда бір талданып, ғылыми айналымға енгендері 30-дан асады. Оның ішінде жаңағы сол Жошы хан кесенесі болғаннан кете береді. Мысалы мына ненің қасында осы Астанаға жақын Қорғалжынның жанында Жәнібек Шалқар дейтін кесене бар. 2020 жылы біз осы Ақмола облысының әкімдігінің арнайы тапсырысы бойынша осы жерде зерттеу жұмыстарын жүргіздік археологтар. Бұны жаңағы сол жаңағы кім Хабдулина Марал Ғалымжанқызы деген үлкен бір археолог әпкеміз бар, апамыз бар, сол кісі тауып зерттеп бастаған. Сол біз 20 жыл жалғастырып сол жерде оның жаңағы генетикалық талдауларын жасадық. Одан басқа жаңағы сол Жошы хан кесенесіндегі жерлеу орындарына біз генетикалық талдаулар жасап, қазіргі таңда оның ғылыми мақалалары жарыққа шығып жатыр. Сол жаңағы мынау аяқ қамыр дейтін кесене бар. Ұлытау өңірінде. Біз ол жерде зерттеу жасадық. Ол жерде жаңағы бір адамның жерленген денесі табылды, басы жабылған, денесі ғана жерленген. Біз оны осы міне содан басқа не бар. Алаша хан кесенесінде зерттеу жасадық. Ол жерде де жаңағы енді бірнеше адам жерлеп тастаған, бірақ жаңағы өкінішке орай сол кездегі жерлеу орны болды ма болмады ма ол екі әңгіме. Ал енді кейінгі жерленген адам ол да жаңағы мынау біздің шежірелік жүйеміздегі төре тұқымы деп танылып отыр. Яғни ол да бекер емес. Яғни мынау Жошы ханнан кесенесінен табылған, мынау жаңағы Жәнібек Шалқардан табылған негізгі жерлеу орындарындағы адамдардың барлығы мынау біздің қазақтың рулық жүйесіндегі мынау төрелер дейді, немесе жаңағы сол Шыңғыс ханның ұрпағы деп саналатын билеуші өкілдердің несіне келеді, генетикалық тобына жақын, гаплотобына жақын, яғни мынау Си3 деп аталатын гаплотоп. Осы жаңағы бәрі бір-біріне туысқан. Яғни бұл жердегі мынау жазба деректегі аңыздағы ел арасындағы әңгімелердің барлығы осылай ғылым арқылы дәлелдене түседі. Яғни енді өз басым осы жаңа айтылып отырған ескерткіштердің барлық қазбасына және зертханалық жұмыстарына тікелей қатыстым. Жақсы. Жаңа сөзіңізде айтып қалдыңыз, молалар таптық деп осы кезеңге байланысты. Діни ахуалына оралсақ, ол жерлеу рәсімі қалай, мұсылманша болды ма, немесе басқа да діндерге сай болды ма? Осы Алтын Орда мемлекетінің діни ахуалына тоқталсақ. Кішкене бастап берейін, сосын мейіржаннан сұрайын. Енді сөз жоқ, бұл қазақ даласына ислам дінінің келуі, енді әрине ол одан ертеректе болғаны сөзсіз. 18 ғасырдан Атлаққа жаңағы келеді, одан жаңағы Қарахан мемлекеттік дін ретінде қабылдайды, оның бәрі бөлек әңгіме. Бірақ осы Жошы ұлысы тұсында немесе Алтын Орда билігі тұсында мынау ислам дінінің қарқынды даму, жаңағы қайта бір жаңғырып белең алуы көрініс табады. Ол жаңағы мынау біріншіден жергілікті халықтың билік құрушы өкілдердің жергілікті халықтың наным сенімімен санасуы біріншіден, екіншіден жаңағы саяси экономикалық жағдайға байланысты, үшіншіден сол кезеңдегі жаңағы идеологиялық халықтың жаңағы жергілікті халықтың жаңағы наным сеніміне байланысты. Сөз жоқ, ол жерде жаңағы уже мына неден енді ислам дінінің жаңағы берік орнап
бейбіт жолмен тарай бастау себебі ол біріншіден әсер еткен, екіншіден жаңағы мынау Яссауидің жаңағы өз ілімін таратып жіберуі, жаңағы бүкіл далалықтарға әсер етіп жіберді. Жаңағы ол мына ислам дінін алып, жаңағы далалықтарға бейімдеп, кішкене солардың тұрмысына бейімдеп, яғни оның тезірек таралуына, сіңіп кетуіне әсер етті. Ол осындай тарихи оқиғаларға байланысты жаңағы исламның белең алуы көрініс табады. Енді тарих туралы Мейіржан айтып берсін, кішкене ислам дінінің орта ғасырларда. Анау нені айтсаң болады? Берке хан тұсында, Өзбек хан тұсында. Жалпы Алтын Орда Сармағайымыз айтты, толық қосыламын. Қазақстанға ислам келуі сол Қарлұқ Қарахмет заманынан басталғаннан бері дала, Дешті Қыпшақ даласы мұсылман ислам әлемімен таныс болды. Бірақ та сол берік орнауы, нақты мұсылман әлеміне кіруі сол орта ғасырдағы ұлы ұлыс Алтын Ордамен тікелей байланысты. Өйткені Алтын Орда хандарының бәрі исламға қарсы немесе бір қарсы ниетте болған жоқ. Мысалға білеміз, Моңғол даласы, Моңғолда шапқыншылық жасағанда адамдар халықтардың несіне, діни сеніміне ешқандай бір қарсы әрекет қолданған жоқ. Тіпті Жошы ханның өзі Хорезм шахтың қызына үйленеді. Осы үйленгеннен оның 3 баласы болады. Сол Хорезм шахтың әйелі өзінің туысқандарын жазған хатында айтады, біз не істейміз деп, менің балаларым мұсылманша білім алып, Құран оқып, үйреніп, біліп жатыр деп. Және кейбір деректерде кездеседі, осы Берке ханның тек аңыздарда сол тек мұсылман әйелдердің ғана сүтін ішкен деген секілді бір дерек кездеседі. Мысалға дерек кездеседі. Жалпы исламдану ол Берке ханмен тікелей байланысты. Өзбек ханға қарағанда сол Девин Дэвис дейтін тарихшы өзінің жазуында сол айтады. Берке хан оған қарағанда кішкене маңыздырақ деп. Шынымен де Берке хан Алтын Орданың ресми діні исламын жарияламағанымен, бірақ өзі мұсылман әлемінен үлкен қолдаулар берді. Оның бір көптеген деректер бар. Оның исламдың қабылдауы ол Бұхара деген секілді Хорезмге де қалаларға бара жатқан жерде сауда көпестерінен исламдың қабылдады деп айтады. Және қабылдады деген, және сол жерге барып, көбінесе сопы әулиелермен танысып, сол кезде берік орнады деп айтады. Және осы Берке ханның ең басты қолдауымен Бейбарс сұлтан секілді, Мәмлүк сұлтанаты секілді мемлекеттермен тығыз байланыс орнатады. Соны ең басты айта кететін, сол Берке ханның кезінде, Берке ханның дәуірінде Хулагу мемлекетінің Аббасид немесе басқа да халифатты құлатып жатқанда, осы ислам әлемінің тірегі жайлап құлап жатқанда, Берке хан өзі ислам дінінің қорғаушысы ретінде Хулагу әскерлеріне қарсы бір күрес жүргізеді. Көптен деректерді кездеседі. Берке ханның нағыз мұсылман болғаннан кейін, және Берке ханның дәуірінде жайлап сайшық басқа да қалаларда мешіттер салына бастаған. Нақты сол дәуірде енді атап айтатын сол Өзбек хан кезінде, Мұхаммед сұлтан Өзбек ханның кезінде толық исламдан кең таралды. Мысалы Натанзидің деректерінде кездеседі, немесе Мәмлүк сұлтандарына жазған деректерінде менің даламда, менің ұлы ұлысымда бірде-бір мұсылман емес адам қалмады деген секілді деректер кездеседі. Жалпы тек қана Алтын Ордада сол Берке хан дәуірінен бастап тек ислам діні қатты күшті болған жоқ. Екі фракциялар бір-бірімен талас тартысқа түсті. Мысалға айта кететін болсақ, буддистік ілімде, дінде қазақтың даласын, сол Алтын Ордада сол талас тартысқа түсті. Сол Жақсылық Сәбетовтен тарихшы тоқтай айта кетеді, өзінің деректерін, мәліметтерінде айтады. Сол бастапқы сол екі
дін бір-бірімен қарсы талас тартысқа түсті, бірақ өзбек хан тұсында буддистік оппозицияға түсіп кетті деп айтады, және толықтай кетті деп. Жалпы өзбек ханның тұсында қазақтың фольклорында қалған, дін өзбектен қалған деген секілді, немесе Шәкәрім Құдайбердінің деректерінде келтіреді. Өзбек хан тұсында атам қазақ дін баққан алтын орда хандары жер жүзін шаңдатқан деген секілді деректер кездеседі. Және сондай деректер кездеседі. Және бір қызығы, сол ұлыста, мысалы Қырымнан осы біздің қазақтың жеріне дейін мұсылман болған, ислам дінін қабылдан халықты сол өзбек ұлысы немесе өзбек халқы деп атаған. Сондықтан кейбір деректерде кездеседі, сол көбінесе өзбек адамдар сол өзбек ханның сторонник, яғни жақтастары өздерін біз өзбекпіз деп айтатын болған. Өзбектің ұлысы деп. Көбіне Файзуллах Өзбек хан басқан деректерінде, немесе орта ғасырлық деректерде кездеседі. Сол хандарды өзбек деп атаған, өзбек ханның ұлысы өзбек ханмен соғысып жатыр деген секілді. Осы тұрғыда енді археолог ретінде айта кетіңізші, деректер деп жатырмыз, оның бәрі жазба деректер, көбінесе. Мысалы, археолог ретінде сіз осы ислам дінінің элементтері табылған дүниелер бар ма? Әрине, сөз жоқ. Мына қалалық өңірлерде де, далалық өңірлерде де қазба кезінде жиі кездесеміз. Мәселен, жаңағы соңғы 6-7 жыл болды, мына Қызылорданың жанында Қышқала деген бір қала бар, зерттеліп жатқан. Таз алтын орданың қаласы. Жаңағы ішінен бір осы Орта Азияда кездеспейтін 8 қырлы бір құрылыстар шыға бастады. Яғни ол да бір басында мешіт, медресе ме деп ойлап жүрді. Кейіннен басқа айналып келгенде сол жаңағы мұсылмандық мәдениеттің көрінісін беретін ғимараттар. Сол маңайда жаңағы мына әсіресе айттық қой, мына жаңағы кейінгі алтын орданың кейінгі кезеңдерінде Яссауи кесенесінің салдырады, жаңағы темір кеп, сол Яссауидің кесенесіне еліктеп көп жерлерде сондай кесенелер тұрғызу мұсылмандық стилде. Жаңағы ол сыртқы құрылысы бойынша, ішкі жерлеулері бойынша да жаңағы басы қаулаға қарап жатуы мүмкін, бірақ сонда киім киіп жатуы мүмкін, араласып жүреді. Бірақ айналып келгенде жаңағы мұсылмандықтың ишаралары бар. Басты ұмытып кеткен мана ислам дінін қабылдауы мана кіммен байланысты? Баба Тюклес деген сопылық әулиелермен байланысты. Оның бір өзінің керемет аңыздары бар. Кейбір осы айтылған аңыздар, кейбір пайғамбарлардың аңыздарымен бір ұқсас болып келетін. Мысалға, өзбек ханға Баба Тюклес келіп, сол жергілікті шамандармен бақталастыққа түседі. Яғни бір өздерінің кереметтерін көрсетеді. Сондағы Баба Тюклестің оттан өту процесі, сол бір оттан өтіп аман қалып, немесе басқа сол шамандардың бір содан өте алмауы бір өзбек ханда, сол ханға сенім тудырады. Яғни соның кесенелері кездеседі. Мысалы, кездеселер бар оңтүстік Қазақстан жақта. Және көбінесе кейін Сайд ата деген, одан кейін Жәнібек ханның хандардың тұсынан өздерінің сопылық әулиелерімен тығыз байланысты болса, Кубрайвия, Яссауия деген секілді, сонысы Хасан ата секілді көбінесе аталық нелер қалған. Баба түкті шашты деген, сол байланысы сол. Жаңа өзбек хан тұсында айттық қой, ислам діні кеңінен таралды деп. Ол кезде мәжбүрлеу болған жоқ па? Мысалы, айттың өзің буддистер де болды дедің, қатар олар оппозицияға кетті толыққанды. Ол кезде мәжбүрлеп осы дінге кіргізу болды ма сол кезеңде? Енді бұл жерде былай сөз жоқ. Ол дін идеология жүргеннен кейін, саясат болғаннан кейін мәжбүрлі кейбір дүниелер жүретін шығар. Енді дәл оның былай мәжбүрлепті дейтіндей бір қолымызда дерегі жоқ. Дегенмен де жаңағы мына тарихи оқиғаларға байланысты, немесе жаңағы ескерткіштерге байланысты қорытындылар жасауға болады. Мәселен, дәл осы жаңағы жошыдан бері қарайғы тұста бір сіңісу, араласу өте бір бейбіт жолмен жүрді деп есептеуге болады.
себебі сөз жоқ. Ол енді мейлі келген басқа ұлт өкілі болсын, немесе жергілікті халық болсын, оның жаңағы оңға дейінгі сенімінде қандай да бір жаңағы басқа ұстанымдар болғаны сөзсіз. Бірақ соның барлығы ақырындап исламға кірігіп бастаған кезеңі осы кезең. Яғни басында біз аралас дүниелерді көреміз, кейіннен толықтай мұсылмандыққа өткенін көреміз. Яғни бұл жерде бір жаңағы бір қатты агрессия жоқ. Агрессия жоқ, тек қана насихаттау жолымен, бейбіт жолмен өтті деп есептеуге болады. Себебі оны билеуші топ өкілдері де, жалпы мемлекеттің идеологиясын жүргізетін тұлғалардың барлығы оны сезінді. Себебі жаңағы бұл кезде уже халық саны көбейген, халықтың жаңағы тұрмыс тіршілігі өзгерген. Сондықтан бұл жерде жаңағы тек қана бейбіт жолмен шешу алу керек болады. Яғни таяқтың күшімен билік орнату, емесі жаңағы ойыңды жүргізу ол кезде басқаша формада болады. Сондықтан бейбіт жолмен жүрді деп ойлаймыз. Сол Назира Нұртазина деген тарихшы, сол Алтын Орда дәуірінде ислам зерттеуінде Өзбек ханның тұсында айтады. Қаншалықты сол Өзбек ханның тұсында белсенді исламды дағуаттау болғанымен, тіпті дағуаттау болған, бірақ католик миссионерлердің еркін жүргенін айтады. Сонда еркін оларға ешқандай қысым көрсетілмегені секілді. Тіпті сол кітабын дерек кездеседі, сол Рим папаларының тіпті рахмет алғыс айтқандарды. Яғни Алтын Орда билеуші тарапынан ешқандай да шектеу болмады, дін жағынан. Яғни зайырлы бір ұстаным болды. Себебі мысалы қазір тіпті мынау біздің оңтүстік өңірлердегі кейбір көптеген қалаларда, әсіресе мынау Жетісу бойында біраз қалаларда, мысалы Қойлық, басқа қалаларда мысалы буддалық шіркеу нелердің не дейді олардікі, ғибадат ету орындарының көп, храмдарының табылуы, шіркеулерінің, сосын жаңа христиандық шіркеулердің табылуы, немесе жаңа ғана сол кім Рубрук келгенде өзінің осы Жетісу бойында христиан дінді ұстанушы бір топ өкілдермен кездескендігі туралы деректер қалдырады. Яғни жаңағы айтылып отырған зайырлы ұстаным болғандығы осы жерден көрінеді. Алтын Орда дәуірінің бір прогрессивті кезеңі ол сауда-саттыққа байланысты. Осы туралы не айта аласыздар? Сауда-саттық жалпы қаншалықты дамыды Алтын Орда? Сөз жоқ, енді бұл Алтын Орда кезеңінде әсіресе сауда-саттықтың жалпы әлемдік геосаяси жағдайдың өзгерген уақыты ғой. Ол жаңағы мынау бүкіл сауданың шығыстан батысқа, батыстан шығысқа жүріп тұрған негізгі керуен жолдары болды. Оның көпшілігі біздің территориямызды басып өтті сол кезеңдегі. Әсіресе Шыңғыс ханның ұрпақтары басқарған Орта Азия аумақтарын толық басып өтті. Сол кезде керуен жолдарының бағыттары өзгерді. Далалық бағыттар пайда болды. Енді біздің Қазақстан тарихына қатысты айтатын болсақ, ол жаңағы бұның барлығы саяси тұрақтылықтан, сосын экономикалық тұрақтылықтан кеп шығады. Оның барлығы. Егер жерінде соғыс болып жатса, ол жермен керуен жүрмейді. Бір екіншіден алғашқы кезеңдерінде жаңағы мынау саяси, идеологиялық, немесе экономикалық бүкіл жағдай жаңағы сауда-саттыққа бейімделді. Өйткені елдің экономикасын ұстап тұратын сол. Ол жерден салық түседі, ол жерден жаңағы байланыс болады. Сол жерде сен жаңағы билігіңді жүргізе аласың, сол жерде сен дәулетіңді, абыройыңды көрсете аласың. Міне сондай жаңағы бүкіл система жұмыс істеді. Ол жерде саясатыңда, экономикаңда, басқасы да. Және бұның барлығы жаңағы мынау енді тарихи жазбаларда айтылады ғой, Шыңғыс хан келіп жаңағы ана отырарды басып алды, Түркістанды басып алды. Жаңағы ана қаланы су бастырып, мына қаланы өртеп, мына қаланы шауып алды деген сияқты. Енді әрине оның барлығы жаңағы енді кейбір жерде асыра сілтеп айтылады, кейбір жерде басқаның тарихи оқиғасы бір бөлік, бірақ айналып келгенде осының бәріне не үшін қызықты, не үшін алды? Сауда ар жағында, экономика, оның ар жағында салық бар, оның ар жағында халық бар, оның ар жағында саған жаңағы мемлекетіңді ұстап тұратын негізгі тетік сол жерде.
яғни бұл сауданың жолы осындай. Енді бір екіншіден далалық жолдар пайда болды, әсіресе мысалы мынау жаңа біз атын атаған бірнеше кесенелер, бірнеше тарихи ескерткіштер, мысалы анау Ұлытаудан шығып осы Қараөткелге жүретін жол болғандығы туралы айтылады. Немесе жаңа осы жерден шығып Нұраны бойлап Сарысуды бойлап неге мынау Қызылқұм, Қарақұмды кесіп өтіп Сырдың бойына өтіп кететін жолдар болған. Яғни айқыш-ұйқыш жаңағы жолдардың болғандығы айтылады. Енді оның жолдың тармағын айтып отыру үшін тағы бір подкаст керек негізі. Сондықтан енді қысқаша айтқан кезде ол жаңағы ол мына бізде осы Әлкей Марғұланның үлкен бір мақаласы арналады осы қазақтың бетпақ даласындағы керуен жолдар туралы. Сол жерде жаңағы бірнеше жолдардың бағыттары нақты айтылады. Яғни жаңағы Убанас, Жетіасар, Жетіқоңыр деп аталатын. Ол мына қазір бетпақтың даланы кесіп өтеді. Әйтпесе бетпақта адам тұратын жер емес, бірақ сол кезде жаңағы жолды қысқарту үшін жүріп өтеді. Яғни жүріп өту үшін не керек? Керуеннің мықтылығы керек, сосын кейін сенің қауіпсіздігің керек, сосын кейін әрбір түйенің жеткен жерінде сен барып қонып тұратын суың, отың, тамағың болу керек. Иә, осының барлығы былай айтқанда қазіргі темір жолдың бойындағы бекеттер сияқты жаңағы бекеттерді ұйымдастырып, осының барлығын жүргізіп қойған. Осындай саяси жағдайлар болған. Тағы да археолог ретінде, жаңа тізбек деп атап өттіңіз ғой, қатысқан сол жерлерден табылды ғой, мысалы жаңа монета деп жатамыз, сауда саттыққа байланысты бір элементтер. Сөз жоқ енді ол жерде жаңағы мынау әсіресе қаланың біздің мына оңтүстік өңірлердегі мысалы Сырдың бойындағы, Таластың бойындағы немесе басқа да қалаларда ондайлар енді көптеп кездеседі. Сөз жоқ. Ол тіпті мынау шетелден импорттық дүниелер көптеп кездеседі. Жаңағы шыныдан жасалған, я болмаса жаңағы мәрмәрден жасалған, басқадан жасалған біздің өңірге тән емес дүниелер көптеп кездеседі. Әсіресе сол ыдыс-аяқ, жаңағы мынау әйелдердің әшекей бұйымдары деген сияқты қымбат бағалы дүниелер ара-тұра кездеседі. Ал енді далалық жерлерде сол жаңағы монеталармен бірең-сараң, ол көбінесе жерлеу орындарында монеталар. Ол монетаның жаңағы кәдімгідей соққан жылы, оны соғылған сарай, қайқаның тұсында жазылғаны, атқанның аты жөні бәрі жазылып тұрады. Демек, ол айдан анық нәрсе. Сондықтан ол мысалы жаңағы әсіресе жаңа айттық Қорғалжынның жанында Жәнібек Шалқар деген кесене бар. Сол жерде жаңағы бір неден бір жерлеу орнынан 13 бірдей монета шығады. Күміс. Ол жерде сол жаңағы Жәнібек ханның тұсындағы соғылған монеталар сайрап тұр. Соғылған жылы қай жерде соғылды деген сияқты. Осыдан барып жаңағы дүниелер шығады. Қай жерде монета соғылды, қай қала жаңағы экономикалық астана болды, осы жерде астана деген дүниелер шыға бастайды. Осы жерде жаңағы сауда орталықтары деген дүние шыға бастайды. Яғни Сарайшықта соғылған, тіпті Баршында соғылған монеталар бар. Баршын кент деп аталған жаңағы Алпамыста айтылатын атақты Баршын туралы. Баршынға қыштан қала салдырды дейтін дүние бар. Сол жаңағы айтып отырған қыш қала осы Баршын кент болуы мүмкін деген жорамал айтып жүр қазір археолог ғалымдар. Міне сол жерде жаңағы монетаның бірнеше жүздеген үлгісі табылды. Оның барлығы сол жергілікті жерде соғылған. Отырарда соғылған, неде соғылған, Түркістанда соғылған, бізден Яссы деп аталған. Сол Яссыда соғылған бірнеше монеталар бар. Енді бұл жерде мынандай дүние бар, тағы да айта кету керек. Жаңағы енді Жошы ұлысы бөлінді. Жошы ұлысының өзінің аумағы бар. Ненің жаңағы Шағатайдың өз аумағы бар. Мәселе жаңағы мынау Түркістанға дейінгі аумақ Жетісудан бастап ол Шағатайға кірді. Ол жерде Шағатайдың ұрпағынан тараған хандардың атына соғылады. Ал мына жағы жаңағы мына біздегі далалық өңірлерде, немесе батыс Қазақстан өңірінде, солтүстік шығыс батыс өңірлерде біздің ол Жошының ұрпақтарына тиесілі. Яғни сол жерден біз шекараны шығарамыз сол кездегі. Олар енді қанша дегенмен, мысалы қазақтың жаңағы алғашқы астанасы Сығанақ деп белгіленеді. Сығанақ былай географиялық тұрғыдан Жошы ұлысының территориясына кірді. Өйткені ол Аралға шейін нені алды ғой, мына Сырдың төменгі ағысын. Алғашқы жаңағы қазақ хандығының осы жерге барып астана орнату себебі де сондықтан. Яғни осының барлығы жаңағы сауда арқылы жаңағыдай шекаралық
аумақтарды белгілеп отыр. Мейіржан, осы тұрғыда қосып кетсең, қай билеуші кезінде Алтын Орданың бір өрлеу кезең, экономикалық өрлеу кезеңі болды, халқы жақсы тұрды, тұрмысы жақсы болды? Тұрмысы жақсы болған, жалпы тарихта есім алған сол Батудан бастайсың ғой. Батудан бастау керек. Сарай, Берке сарай, Бату секілді қалалардың мысалы Берке ханның тұсындағы опять все-таки мұсылмандыққа мұсылман саудагерлердің мысалға таяу шығыстан келген саудагерлердің бәрі емін еркін кіріп, оларға ешқандай қысым немесе оларға ешқандай былай айтсақ тонаудың мысалы жолдар болмаған, қауіпсіздіктің жоғары деңгейде болған айтылады көп деректерде мысалға. Мысалы Берке хандардың тұстарында сол Бату Берке хандардың тұстарында көптеген даму түседі. Мысалға тарихтағы мысалы Өзбек ханның реформатор секілді айтады. Сол ол келгенмен жаңа тәртіптерді орнатып, мысалға сол Алтын Орданың белгілі бір тұрақты бір дамыған пикіне жеткен кездерді айтады. Жақсы, енді Алтын Орданың құлдырау кезеңі, жалпы не себепті Алтын Ордадағы жалпы билеушілердің тартыс болды ғой, көбінесе. Не себепті ол жойылуға шақ қалды? Не себеп жойылды былайша? Мейіржан айтсақ, Мейіржан анан бастап айтса, енді Тоқтамыстың шабуылы, сосын ішкі талас тартыстар анау. Алтын Орда кезінде дүрбелең кезеңдері болады ғой. Көптен ханнан кейін бір хан ауысады, таққа талас, тіпті кейбір уақыттарда билікке Шыңғыс хан ұрпақтарының болмауы, Ер Едігенің Шыңғыс тұқымынан болмаса да билікте отыруы, сол секілді көптеген таққа таластың нәтижесінің ішінде Шыңғыс ұрпақтарының бір-бірімен Тоқтамыштың билікке келуімен, бірақ сол оңтүстік жақтан Әмір Темірдің күшеюі секілді. Ресейдің ықпалы бар, империясының? Ресейдің ықпалы дегенде ол анау батысына қатысты әңгіме ғой. Бізге қатысты әңгімесі несі жоқ, ықпалы жоқ. Көбінесе деректерде қалады. Сол Тоқтамыштың салық төлемеуіне, дань төлемеуіне кішкене қарсылық білдірсе де, сол неде қалған салық төлеткізгені күшпен. Бірақ сол кейбір сол масалға сол Әмір Темірдің әмірлігінің күшеюі секілді таққа талас, ол дүрбелең кезеңдер, мысалы орыс деректерінде ол дүрбелең деп кетеді, мысалы бір көптеген хандардың бірінен кейін бірі ауысып кетуі секілді. Алтын Орданың біраз шайқалтады. Яғни амбицияның оянған кезең ғой. Түрлі басшылар таққа отырғысы келіп, бірінен соң бірі. Талас тартысқа солай болды. Одан кейін өзі жалпы тарихи заңдылықтар ғой, жаңа кез келген империя өзі бір даму, құлдырау шегі болып тұрады. Оның кез келген өзі адамның, ортаның, кез келген дүниенің бас аяғы болады. Сол сияқты жаңағы Алтын Орда сөз жоқ, үлкен империяға айналды, бірақ жаңа оны толығымен басқарып тұру мүмкін болмады. Екіншіден жаңағы оның саяси стратегиялық нелері өзгереді, ескіреді кез келген жағдайда. Сондықтан ол біріншіден тарихи заңдылық ретінде, екіншіден жаңағыдай соған себепші болған оқиғаларды тізбектеп, жаңа Мейіржан айтып отырған жаңағы ішкі талас тартыс, сосын кейін жаңағы мынау хандық жүйенің бұзылуы, яғни жаңағы хан тұқымынан болмаса да жаңағы билікке келу мүмкіндіктерінің пайда болуы, енді оның барлығы жаңағы мынау енді өкінетін емес, оның бір даланың демократиясы, даланың заңы деп бағалау керек шығарымыз мүмкін. Енді Алтын Ордадан кейін Ақ Орда, Көк Орда мемлекеттері құрылды. Осыдан бассақ, бұның бастаушылары кімдер болды? Жалпы оның әлеуеті қандай болды мемлекеттер? Енді ол жерде жаңағы Алтын Орда сөз жоқ, сол Темірдің соққысынан, сосын жаңағы
Тоқтамыстың өлімінен кейін ары қарай уже шағын мемлекеттерге ыдырай бастайды. Енді қазақ тарихына қатысты жаңағы қазіргі таңда тарихшылардың көп айтып жүрген мынау Ақ Орда, Көк Орда деген мемлекеттердің құрылғандығы туралы жаңағы айтылады. Енді сөз жоқ, бұны жаңағы Көк Орданың болғандығы туралы дәлелдеп шыққан Амантай Есин деген осы тақырыпты жаңағы мейлінше терең зерттеп үлкен бір ғылыми жұмысын арнаған адам. Сол кісі енді қысқа қайырғанда сол кісі дәлелдеп шықты ғой, енді осының жаңағы Ақ Орданың қайсы екенін, Көк Орданың болған мемлекет екенін. Яғни сөз жоқ, жаңағы ыдырағаннан кейін мемлекеттік құрылымдардың құрылып жұмыс істегені сөзсіз. Осылардың барлығы айналып келіп кейін қазақ хандығының құрылуына алып келді. Яғни қазақ хандығының бастаулары деп түсінуіміз керек бұның барлығын. Яғни заңдылық болды бұл процестің барлығы. Иә. Ыдырауы да, қосылуы да, бөлінуі де тағы. Жалпы енді осы тақырыпты бір түйіндейік, қысқа нұсқа айта кетсеңіздер, жалпы Алтын Орда дәуірінің қазіргі мұрасы, қалған Алтын Орда туралы деректердің барлығы қаншалықты насихатталып жатыр қазіргі таңда? Көңіліңіз тола ма сол насихатқа? Ержан баста. Дерекпен айтсаң болады? Мысалы, фильмдер түсіріліп жатыр деген сияқты, осы жақын арада Netflix сол Жошы хан туралы кино түсірейін деп жатыр, мысалы. Netflix емес, қателеспесем, түріктер түсіріп жатыр. Netflix деп естідім, бірақ осы Осман империясына қатысты тарихи мықты тарихи кинолар түсірген компаниялар сол Жошы туралы кинолар түсіріп жатқан. Алып қазіргі таңда тарихи ғылымда сол актуальны болып бара жатыр. Жошы Осман, 750 жылдығы, осы жақында сол 800 жылдығына арналған студенттердің арасында олимпиада болды. Студенттік жастардың арасында баршы осы Алтын Орданы насихаттау секілді ғылымдар. Мемлекеттік деңгейден сырмағайымыз біледі ол. Алтын Орданы зерттеуге қанша мемлекеттің бір қолдауы болып жатқан. Тарихи деректер, мысалға, не құрылды? Институт құрылды, соған арнап, Жошы ұлысын зерттеу институты. Жақсылық Сәбиев секілді, Айболат Күшкімбаев секілді тарихшылар жиналып, сол Жошы ұлысының қазақ жеріндегі Жошы ұлысының мұрагерлігі туралы зерттеулер пайда болды. Сол фольклорлық жырларды зерттеп бастады, едіге тану секілді, ер едіге тану секілді. Алтын Орданың мұрасына қызығушылық артты. Мысалға, бұрынғы советтік кезеңде бұл бір қатаң жабылған тақырып болса, қазір мемлекет тарапынан емес, тарихшылар тарапынан қатты бір қолдау тауып жатыр. Сырым мырза, алып қосаңыз. Енді бұл жерде мына бір нәрсені айтуға керек. Археолог ретінде мысалы айтайық, орта ғасырлық ескерткіштер зерттеледі. Бұл орта ғасыр кезеңі ғой. Зерттеледі бұған дейін. Бір жылдар, осыдан 50 жыл бұрын басталған Отырардағы зерттеулер, одан Түркістанда қаншама зерттеулер жүргізді. Басқа Алашаның да, Жошы ханның да кесенелері зерттелген, Марғұлан бастап қазған деген сияқты дүниелер айтылды. Бірақ оның бірде-біреуі Алтын Орданың мұрасы деп айтылмаған дейді. Яғни бұл жерде осы соңғы бір 10-15 жылда десек болады енді. Алтын Орданың ескерткіші, Алтын Орданың тарихы деп айтылып жазылып жүрген. Әйтпесе оның бәрі орта ғасыр, немесе 14 ғасыр деп өте шығады. Яғни Алтын Ордаға қатысы жоқ. Бір ескерткіш құсап айту 14 ғасырдың кесенесі, 14 ғасырда тіпті енді сөз жоқ, мынау кеңес кезіндегі саяси неге байланысты ғой, ұстанымдарға байланысты, бір тежеулерге байланысты. Бірақ дегенмен де кейінгі кезеңдерде айта берсе болатын еді, бірақ айту мемлекеттен ишара болып, мынаны тойлау керек, мынаны істеу керек дегеннен кейін бір жақсы қарқын алып жүре бастады. Жаңағы кішігірім айту кино болсын, жаңағы деректі фильм болсын, басқа болсын түсіріліп жатыр ғой, бірақ дегенмен де жалпы айту бетбұрыстың бар екені белгілі, бірақ әлі де
кешенді жұмыстар істелуі керек. Осы кешенді жұмыстар істелу керек деп тұр. Сен мұғалім ретінде, ұстаз ретінде, оқытушы ретінде айта кетіңізші. Жалпы қазіргі таңда біздің енді соңғы жылдардылай тарихшы мамандарын даярлау, оларға жаңағы төл тарихымызды үйрету, насихаттау қаншалықты дұрыс бағытта келе жатыр осыған? Енді ол жалпы тарихты оқыту ол бір кезде жаңағы саяси құрал ретінде, бір кезде бір идеологиялық құрал ретінде қолданылып жүреді. Ал енді айналып келгенде бұл адамның гуманизм, адамның ішкі дүниесін кеңейтетін құрал ғой. Сондықтан оны жаңағы бір тек қана бір әлгі кеңестік кезеңде жаңағы баласын бастық қылу үшін оқытатын еді ғой тарихты. Тарих бәріне келе беретін мамандық. Бізде енді қазір енді ондай бір неден арылды тарих дегенмен бір патриоттық сезімді ояту үшін деп қабылдайтын дүние бар. Сосын жаңағы қалай десек болады, мынау қоғамда тәрбиелеу үшін деп қарастырады. Айналып келгенде бұл адамның өзі ішкі қажеттілігінен туатын бір мамандық деп мен өз басым санаймын. Себебі тарихты оқыту ол тек адамды жаңағы бір көкжиегін кеңейту емес. Ол тарихты оқыту деген сен қоғамды ұстап тұру. Мысалы өзі адамның мынау табиғи жадысында өзі бір тарих тұрады. Кез келген адам өлең айта алмауы мүмкін, билей алмауы мүмкін, есеп шығара алмауы мүмкін, бірақ кез келген адам тарих айтуға бейім тұрады. Өзің қарап отырсаңыз қазір өзі не көп тарихшы көп қоғамда. Айту келсін келмесін, мынау органда істегендер көбінесе. 40-тан аса жаңағы зейнеткерлікке шығады да сөйтіп тарихшы болып шығып кетеді. Сосын жаңағы журналист те тарихшы болып кетеді арасында. Жаңағы актер де тарихшы болып кетеді. Енді оның барлығына жаңағы біреулер жаңағы ойбай бұл болмайды деп жатады. Жоқ, керісінше қуану керек оған. Себебі әрине профессионал жаңағы кәсіби тарихшының әңгімесі бір бөлек, бірақ қоғам тарихқа қызығып жатса, қоғамда сұраныс болса, демек сенің де істейтін жұмысың бар деген сөз. Яғни мынау тарихшы мамандыққа тәрбиелеу міне осындай үлкен қоғамдық тетіктерді реттеуге бағытталған жұмыс деп санаймыз. Бұл дұрыс жолда келе жатыр деп ойлаймын. Мейіржанға сұрақ қоя кетейік, екеуіңізге де жалпы тарихшы мамандықтарында факультетінде оқитын студенттерге жалпы ғылыммен айналысу үшін қандай жағдайлар жасалған, қандай да қолдаулар бар, мүмкіндіктер бар, мемлекет тарапынан болсын, немесе өзің оқитын оқу ордасынан? Енді қазіргі Қазақстанда студентке таңдап алған Қазақстанда барлық университетте студенттерге ғылыммен айналыспа деп ешкім шектеу қоймайды. Ол адамның өзінің жеке қызығушылығынан оянады ғой. Ешқандай шектеу жоқ, керісінше қолдау болады. Қазір енді Қазақстанда айтып жатыр ғой, манағыдай тарих ғылымына қатты бір қызығушылық пайда отыр, қоғамнан да қызығушылық пайда. Көптеген мысалы студенттің бір ғылыми түйсігін ашатын конференциялар өте көп болады, студенттік конференциялар. Мысалы осы жақында 2024 жылдың 7 желтоқсанда Бөкетов университетінде менің отаным Қазақстан деген конференция өтті, студенттік конференциялар. Сонымен қатар жыл сайын болатын жас ғалым деген Назарбаев университетінде конференциялар болады. Бұнда адам барып тек студент өзінің баяндамасын қорғау емес, сол жердегі ғалымдармен танысады. Ғалымдар оған сын айтады, пікір айтады. Коммуникация. Коммуникация сол ғылыми ортаға сіңісіп бастайды. Одан идея береді кейбіреулер, сол жердің өзінің ұстаздарын табады. Сол секілді және ғылым жасаймын деген адамға интернетте студенттер тек ғаламторда ашық болса болды. Доступты көп
тіпті архив материалдарға дейін салып тастаған, кітаптарда салып тастаған, PDF формат, көбінесе электронды форматтарда. Бірақ енді ғылымға деген қызығушылық определенный университеттерде мүмкін, мысалы Назарбаев университеті мен басқа университеттерді салыстырсаң, жағдайына байланысты университеттің, мысалы Назарбаев университетінде белгілі бір деңгейде мықты жағдай жасалған, ол туралы студенттің потребностарын, ғылыми потребностарын қанағаттандыратын, мысалы кітаптарда, кітаптарда көбінесе беріледі, көптеген мықты мамандарда жасайды. Сол секілді. Бірақ определенный университеттерге де байланысты, бірақ мен өзім оқып жатқан университетте енді бөлек. Ол жақсы, мысалы ұстаздар да мықты, определенныйсын. Кітаптар да бар, көбінесе электронды форматта. Және бастысы сол жас студент. Қолжетімді ғой, жас студентке бағыт бағдар беретін мұғалімдер көп. Және енді айтылды ғой, мысалы біз енді бір алтын орда төңірегінде сөз қозғадық, бірақ жаңағы тарих ол тек бір тақырыптан тұрмайды, сондықтан қандай жағдай болмасын кешенді түрде жүру керек. Мысалы жаңағы айтып отырған мынау білім беру жүйесінде жаңағы біздің мына министрлікті жаңағы ғылым білім деп бөліп шығаруының өзі үлкен бір құптарлық жұмыс. Біз жаңағы әсіресе мынау жоғарғы мектептің, былай айтқанда университеттің оқытушылары, ғалымдар тобы бір қуанышпен қабылдады. Екінші бір мәселе, мынау педагог мамандықтарды бөлік қазір қабылдайды. Бұның арнайы лицензиясы бар, оны кез келген университет ала алмайды біріншіден. Екіншіден, алған жағдайдың өзінде жаңағы студенттерді қабылдау кезінде, мысалы жай университетке қабылдау 60 балдан басталса, бұларда 75 балдан басталады. Сосын кейін жаңағы бұлардың стипендиясы да бөлік. Жаңағы өзге студенттерден 2 есе көп алады. Демек, түсу тәртібі қаталырақ, жаңағы жағдай жасалып жатқан жағдай бар. Міне осындай құптарлық дүниелер бар, бірақ істелу керек дүниелер де бар. Мәселен, жаңағы бізде өкінішке орай мынау білім беру бағдарламалары жиі өзгеріп кете береді. Сосын кейін басы артық бір пәндер көп. Мысалы мен өзіме жаңағы ұнамайтын тарихшыларға орыс тілін 2 апта оқытады. 2 семестр оқытылады. Ағылшын тілін 2 семестр оқытылады, мысалы. Есесіне соның тарихтың методологиясын оқытса, басқасын оқытса деген сияқты дүниелер ғой. Тәжірибені көбейтсе деген сияқты. Сондай ұсақ-түйек жаңағы ұсыныстар болады. Оның барлығы енді, әрине оның барлығы біреу емес, өзіміз істейтін дүние. Себебі бағдарламаны құратынбыз. Сондықтан жаңағы бұндай жерде ұйымдасып, өзі көре жүре ненің артық екенін, ненің кем екенін түсінесің. Ал енді ғылыми тұрғыдан келетін болсаң, енді әрине сөз жоқ. Кешенді бағдарламалар бар, ойда ол істеу керек, істеліп, жаңағы оған байланысты мысалы қазір гранттық қаржыландыру дейді, немесе жаңағы бағдарламалық қаржыландыру деп айтылады мемлекет тарапынан. Міне соған біз үнемі осындай ойларымызды береміз, сол жерге грант жариялаған кезде осы ойларымызды жүзеге асырамыз. Яғни бұл жағынан да бізде жаңағы мемлекет тарапынан қатты бір қолдау бар. Ерінбей отырып жазған адамға ғалым ретінде де, ұстаз ретінде де жолыңа ашық мүмкіндік көп. Тіпті жаңағы жылына бұрын 3 жылда бір жариялайтын, қазір жыл сайын жариялап тұр. Соңғы жылдар жылына 2 рет жариялап тұр. Демек, отыр да жаз, алда істе, ғылымыңды жаса деген принцип бар. Сондықтан біз жаңағы осы тұрғыда осы жолдан таймасақ, әлі талай жұмыстар істеледі. Ал құрметті спикерлер, Сырым мырза, Мейіржан, көп рахмет келгендеріңізге. Уақыт бөліп, ең бастысы уақыт қой бізде ең бағалы дейтін дүние, ол уақытымыз. Осыны бөліп бізге арнайы келгендеріңізге көп рахмет, алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Комментарий бөліміне өздеріңіздің бүгінгі подкаст туралы, немесе біз қателескен деректер болуы мүмкін, немесе алып қосарларыңыз болса, комментарий бөліміне кіріп жаза кетіңіздер. Бұл Қазақстан тарих порталы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Жақсы.